Қайырлы күн баршаңызға. 4-ші сынып 117-ші сабақ 1 мен 11-ші есептерді сіздерге шығарып көрсететін боламын. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Бүгінгі тақырыбымыз есептер құрастыру және шығару деген. Бірінші есепте сіздерге міне пайыз түрінде көрсетілген, қазір шығарып көрсететін боламын. Бір адам жылына 445 кг қоқыс тастайды екен. Қазір сіздерге есеп түрінде міне ең көп қоқыс тамақ қалдықтары 41% деп жаздым. Дәл осылай пайыздарын бәрін жазып шықтым. Астына сұрақтарымен бірге жаздым. Осылай көшіріп алсаңыздар болады. Екінші есеп есептерді шығар деген А және Ә бөліктерінен тұрады. Есепті шығарып шарты мен шешуін салыстыр деген. Шығарамыз, сосын салыстырып көрсетеміз. Міне екінші есеп сіздерге шығарып ұсынып отырмын. Дәл осылай жазып алсаңыздар болады. Үшінші есепте деген сіздерге қазір бұл есептің бірінші қай жолымен шығарылу керектіктерін сіздерге көрсетіп кетемін. Дәл солай шығарсаңыздар болады. Дәлелдеу ретінде. Міне бірінші көбейту амалы, сосын бөлу амалы, сосын азайту амалы орындалады деп біріншісінде көрсеттім. Астында да дәл солай. Төртінші есепте жұптық жұмыс ретінде беріледі. Есептерді шығар деген А және Ә бөліктерінен тұрады. А есепті шығарамыз, сол есепке Ә есебіне кері есеп құрастырып шығарып көрсеттім. Міне осылай жазып алсаңыздар болады. Бесінші есеп сан сәулесін сыз деген. Мен сіздерге екі сан сәулесін сызамын. Дәл осы берілген бөліктерден сіздерге теңсіздік құрып жазып көрсетіп отырмын. Алтыншы есеп есептерді шығар деген топтық жұмыс ретінде беріледі. Топтасып балалар жұмыс жасаса болады осы есепті. Міне шығару жолы дәл осылай болады. Формулалармен жазып көрсетіп отырмын. Әсіресе формуланы жақсы есте сақтап қалсақ, есептерді шығару қиындыққа соқпайды. Жетінші есеп есепті шығар деген математикалық күнделікті өмірде. Бұл есепте қиындыққа соқпайды сіздерге. Міне престің массасы 162 тонна болса, қорабының массасы 102 тонна. Енді ол жалпы қанша тонна екенін сіздерге көрсетіп шығарып қойып отырмын. Сегізінші есепте математикалық күнделікті өмірде есепті шығар деген. Міне сегізінші есептің жауабы дәл осылай болады. Осылай жазып алсаңызда болады. Қанша 10%-пен қанша жеңілдікпен алды, 30%-пен 50%-пен қанша жеңілдікпен алған есептерді шығардым. 9-шы есепте есепті шығар деген әртүрлі тәсілмен шығарып көруге болады екен. Сондықтан мен сіздерге осы есепті шығарып ұсынып отырмын. Міне екі тәсілмен сіздерге екі түрлі тәсілмен шығарып көрсеттім. Есеп осылай шығады. Жазып алсаңыздар болады. 10-шы есепте сен зерттеушісің деп берілген. Ойлан және жауап бер дейді. Кітап пен бетбелгі бірге 1000 теңге тұрады. Кітап бетбелгінің қарағанда 700 теңге қымбат дейді. Міне сіздерге бетбелгі 150 теңге, кітап 850 теңге деп жауабын осылай тауып теңдеу жолмен көрсетіп отырмын. 11-ші есеп үй тапсырмасы ретінде беріледі. Есепті шығар деген А және Ә бөліктерінен тұрады. Бұл есепті де шығарып сіздерге ұсынып отырмын. Осы есептер ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетіңіз. Көп рахмет.